сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабақ нәтиже сабақ. Бүгін біз білім бойынша өткенін қорытындылаймыз. Оқу мақсатымыз қазақ тілінің дыбыстар жүйесін, үндестік заңын, емлелік ерекшеліктерін ескере отырып, орфографиялық нормаға сай жазу. Балалар, осындай сұраққа жауап беріңіздер. Қазақ неліктен жақсы сөз жарым ырыс дейді? Сендер ата-аналарыңызға, бауырларыңызға жақсы сөзді жиі айтасыңдар ма? Халқымызда баталы құл армас, батасыз құл жармас деген мақал бар. Осы мақалға имандай ұйыған қазақ халқы өздерінің сүйікті перзенттеріне үлкендерден бата тілетуді аса бір сауапты іс деп білген. Баяғыда біреудің жалғыз баласы ауырыпты. Бақсы балгерге қанша емдетсе де ем қонбапты. Басқа амал таппай әбден тарыққан ата-анасы ауылдастарынан ақыл кеңес сұрағанда, олар аузы дуалы бір қарттың батасын алу керек деген кеңес беріпті. Осы кеңеспен дүйім жұртты шарлатып, ең ақырында жасы жүзді алқымдаған, сақал, шашы күмістей бір қарияны тауып келіп, аша тұяқ көк қасқаға бата жасатады. Батаны ауру балаға сұратады. Сонда қария, аша тұяқ көк қасқа, жеткізе көр мың жасқа, аларынан тамбасын осы жолы бір таста, деп бата берген екен. Қарияның батасы қабыл болып, бала сырқатынан айығып кетіпті. Енді сұрақтарға жауап беріңіздер. Баталы құл армас, батасыз құл жармас деген мақал қандай мағынаны білдіреді? Қарияның батасын қалай түсінесіңдер? Сөйлеу деген біреудің сонымен бірге екінші біреуге хабар беруі. Сөйлеушінің тыңдаушыға беретін хабары өзіне әр түрлі әсер ететін болады. Сөйлеуші бірдеменің жайын хабарлай тұрып, сонымен бірге сол хабары өз басына қандай әсер ететінін, қайғыратынын, қуанатынын, өкіндіретінін білдіреді. Өйткені сөйлеуші тас емес, тірі адам, сезімі бар, жүрегі бар адам. Сондықтан оған дүниедегі болып жатқан әр түрлі құбылыстар әсер етпей қоймайды. Бірін жылы қабылдап қуанады, біріне салқын қарайды. Осының бәрінен де сөйлеушінің өз хабары өзіне қандай әсер еткенін білдіретін амалы, сөздің әні, дауыс сәзі. Ол өзінің қуанғанын, күйінгенін, опынғанын, немесе бұл хабары өзіне түк әсер етпегенін, осының бәрін тек дауысын құбылтып, сазын түрлендіріп қана білдіре алады. Балалар, мәтін бойынша тапсырманы орындарыңыздар. Сөйлеушінің, қайғыратынын, қуанатынын, өкіндіретін құбылыстар сөздеріне дыбыстық талдау жасаңдар. Мен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.